Күздің суық желі ауылдың шетіндегі ескі үйдің қабырғаларын сызып өтті. Күн батқан соң аспан тез қарайып, таулардың ар жағынан қараңғы түсе бастады. Мал қораның іші жылы, бірақ ылғалды иісі мұрынды қытықтайды. Нұрикамал үш аяқты орындыққа отырып қара сиырдың артына жайғасты. Қолы шелекке тигенде әдеттегі тыныштық келеді. Сиырдың емшегінен шыққан сүттің сыңғырлаған дауысы оның күнделікті әні. Ол 35-ке келген. Бетіне әлі жашылық қалған, бірақ көз астындағы әжімдер 4 баланың, күйеуінің ерте қайтыс болғанының, осы үйдегі ауыр күндердің ісі. Басындағы орамалын түзеп бір сәт тоқтады. Үйден балалардың дауысы естілмейді. Әлі 14-те, Аружан 11-де, Ербол 8-де, кішкентай Самат 3-те. Бәрі үйде, теледидардың алдында. Оларға анам сиыр сауып келеді деп айтқан. Сүт толы шелек жартылай толды. Нұрикамал терең дем алды. Сол кезде қораның есігі сықыр етіп ашылды. Көмектесейін бе, келін? Дидардың дауысы қалың, әдеттегідей беделді. Нұрикамал басын көтерді. Қайын атасы кіріп келді. 70-ке келген, бірақ әлі тіп-тік тұрады. Қолында таяғы жоқ, бірақ қимылы ауыр. Көзінде бір түрлі жылтыр бар, соңғы айларда жиі байқалатын. Рахмет, ата. Өзім-ақ бітіремін, деді Нұрикамал сыпайы, бірақ қысқа. Дидар жақындады. Сиырдың ар жағына өтпей тік тұрды. Қарап тұр. Ұзақ. Нұрикамалдың арқасына қарайтындай. Сен мына сиырды жақсы сауасың ғой. Қолдарың епті, деді ол баяу. Бірақ әйелдің қолынан келетін басқа да жұмыстар бар. Нұрикамалдың жүрегі дүрсілдеп кетті. Ол шелекті қолымен мықтап ұстады. Ата, мен жұмысымды істеп жатырмын. Балалар күтіп тұр. Дидар бір қадам жақындады. Енді сиырдың артында емес, Нұрикамалдың қасында тұр. Иісі темекі мен ескі киімнің иісі. Балалар. Иә, балалар. Бірақ сен де әйелсің. Жалғыз қалдың. Мен саған қамқор болғым келеді. Ол қолын созды. Алдымен иығына тигізді. Нұрикамал бүкіл денесімен қатты қалды. Қол төмен сырғыды, беліне қарай. Тоқтаңыз. Нұрикамалдың дауысы сынып шықты. Бірақ Дидар тоқтамады. Екінші қолымен оның қолынан ұстап тартып алмақ болды. Шелек құлады. Сүт жерге төгілді, ақ көлшік болып жайылды. Нұрикамал күшпен итерді. Дидардың қолы босап, артқа шегінді. Ол құламады, бірақ таянып тұрды. Не істеп тұрсың сен? Деп айқайлады ол. Бұл менің үйім. Менің ережем. Нұрикамал тұрып кетті. Көзіне жас келді, бірақ жыламады. Қорқыныш пен ашу аралас. Мен сіздің құлыңыз емеспін, деді ол дірілдеген дауыспен. Енді жетті. Ол қорадан шықты. Аяғы дірілдеп, бірақ жылдам. Үйге кіріп, есікті іштен бекітті. Балалар таңғалып қарады. Ана, не болды? Деп сұрады әлі. Ештеңе емес. Тез жиналыңдар. Біз кетеміз. Ол сөмкелерді алды. Киімдерді, балалардың құжаттарын, аз ғана ақшаны бәрін салып алды. Самат жылады. Аружан қорқып тұрды. Қайда барамыз, ана? Деп сұрады Ербол. Әжеңдердің үйіне. Қалаға біз. Енді мұнда тұрмаймыз. Түн ортасына қарай олар шықты. Ауылдың шетіне дейін жаяу.
Жолда ешкім көрінбеді. Нұрикамал балаларды қолынан жетелеп жүгірді. Артқа қарамады. Үйде Дидар қорада тұр. Сүттің иісі әлі мұрында. Ол қолын қарады, Нұрикамалдың итерген жері әлі күйді. Таң атқанда Жанар оянды. Келіннің бөлмесінен ешқандай дыбыс жоқ. Есік ашық. Іші бос. Дидар, деп айқайлады ол. Келіннің балалар жоқ. Дидар бөлмеге кірді. Төсек жиналмаған. Шкаф ашық. Бос. Ол тісін қысты. Қашыпты. Бірақ қайда барса да тауып аламыз. Бұл менің немерелерім. Менің қаным. Жанар екі қолын бетіне басып отыра кетті. Ал Нұрикамал балаларын жетелеп ауылдан шығып кеткен жолда тұрды. Алда қараңғы жол. Артта қараңғы үй. Бірақ ол алға қарай басады. Бір қадам. Тағы бір қадам. Енді қашатын жері бар. Түнгі сағат 1-лер шамасында ауылдың соңғы шамы да артында қалды. Нұрикамал балаларын жетелеп асфальт жолдың жиегімен жүріп келе жатты. Саматтың аяғы шаршап, жылап-жылап шаршады. Оны арқасына көтеріп алған. Қалған үшеуі әрең басып келеді. Әлінің қолында шағын сөмке, Аружанның қолында су бөтелкесі мен нан қапшығы. Ербол үнсіз, бірақ көзі үлкейіп қорқынышпен толы. Ана, біз қайда барамыз? Деп тағы сұрады әлі, дауысы қатты шықпады. Нұрикамал тоқтамады. Тоқтаса артына қарап қорқып кететінін білді. Алматыға жақын тұратын апайыңның үйіне. Ол бізді күтеді. Жылы төсек, ыстық шай. Ертең таңертең жетеміз. Бұл сөздерді өзіне де айтып жатқандай еді. Жүрегі әлі қорадағы сәтті ойлаған сайын қысылып тынысы тарылады. Дидардың қолының ізі әлі иығында күйіп тұрғандай. Бірақ ол балаларға көрсетпеді. Көрсетуге болмайды. Жолдың бойындағы автобус аялдамасына жеткенде Нұрикамал демалды. Сағат 02:40. Таңғы 04:30-да Алматыға қарай баратын ескі Дэйу автобусы келіп тоқтайды деп естіді. Ол билет алатын ақшаны алдын ала дайындап қойған, күйеуі қайтыс болғанда қалған сақинасын сатып жинаған 40 000 теңге. Оның ішінен 15 000-ы жол ақысына кетеді. Автобус келгенде іші жартылай бос. Жолаушылардың көбі ұйқылы ояу. Нұрикамал балаларды артқы орындықтарға отырғызды. Самат бірден ұйықтап қалды, басын анасының тізесіне қойып. Аружан мен Ербол терезеге сүйеніп сыртын қарады. Әлі әжесіне қарап отырды. Ана, ата неге сондай болды? Деп сыбырлады әлі. Нұрикамал баласының басынан сипады. Бұл сұраққа жауап беру қиын еді. Кейде үлкен адамдар өздерін ұстай алмай қалады. Бірақ ол біздің кінәміз емес. Біз енді өзіміздің өмірімізді өзіміз құрамыз. Сендер үшін, мен үшін. Автобус қозғалды. Қараңғы жол, кейде шамдары жанып тұрған ауылдар, кейде қара түн. Нұрикамал терезеге қарап отырды. Көзінде жас жоқ, ол жылауды тоқтатқан. Енді тек алға қарайды. Таңғы сағат 7-де Алматының шетіндегі Сайран автовокзалына жетті. Нұрикамал балаларын жетелеп шықты. Суық, қолдар үсіп тұр. Әпкесі Гүлнардың үйі Қарасай ауданының шетінде, таксимен 40 минуттай жол. Гүлнар есікті ашқанда бірден Нұрикамалды құшақтап алды. Көзіне жас келді. Құдай-ау, қалай жеттіңдер? Не болды? Нұрикамал ішке кіріп есікті жапты.
Балаларды диванға отырғызды. Самат әлі ұйықтап тұр анасының қолында. Кейін айтамын деді Нұрикамал сыбырлап. Қазір. Балаларды жатқызайық. Мен шаршадым. Гүлнар түсінді. Балаларға жылы көрпе әкеліп шай қайнатты. Нұрикамал бір стақан шайды ішіп әрең сөйледі. Ол маған тиісті. Қорада. Мен қаштым. Балаларды алып кеттім. Енді қайтып бармаймын. Гүлнардың беті қатты өзгерді. Қолы дірілдеп стақанын қойды. Дидар аға ма? Ол 70-ке келген адам ғой. Иә, сол. Мен оны тоқтата алмадым. Бірақ балаларымды қорғай аламын. Гүлнар үндемеді. Біраздан кейін тұрып Нұрикамалдың қолын ұстады. Мұнда тұрасыңдар. Мен жалғыз тұрамын. Балалар мектепке барады. Сен жұмыс істейсің. Бірге шығарамыз. Алғашқы күндері Нұрикамал ұйықтай алмады. Түнде көзі ашық жатып Дидардың дауысын еститіндей болды. Бұл менің немерелерім. Тауып аламыз. Телефонды өшіріп тастады. Сен картасын ауыстырды. Бірақ үшінші күні Гүлнардың телефонына белгісіз нөмірден қоңырау түсті. Гүлнар трубканы алды. Алло. Қарсы жақта Жанардың дауысы. Қатты ашулы. Гүлнар, сен қайда жасырып жатырсың менің келінімді? Балаларды қайтар. Полицияға беремін. Гүлнар Нұрикамалға қарады. Нұрикамал басын шайқады. Айтпа. Мен ештеңе білмеймін деді Гүлнар. Олар мұнда емес. Жанар айқайлады. Өтірік. Ауылдағылар көрген. Автобусқа мінген. Сен оларды жасырып жатырсың. Дидар ауруханада жатыр. Қан қысымы көтеріліп, инсульт болғанша болды. Сендер кінәлісіңдер. Гүлнар трубканы қойды. Нұрикамалға қарады. Олар істеп жатыр. Полицияға берген шығар. Нұрикамал терең дем алды. Мен балаларды бермеймін. Ешкімге. Келесі аптада Нұрикамал құжаттарын жинады. Балалардың туу туралы куәліктері, өзінің паспорты, некелесу куәлігі күйеуі өлген соң қалған. Гүлнардың көмегімен заңгер тапты. Тегін кеңес беретін әйел, заңгер. Сіздің жағдайыңызда балалар сізбен қалады деді заңгер. Бірақ егер қайын жұртыңыз сотқа берсе, дәлел керек. Егер полиция іздеу жарияласа, сіздің мекен жайыңызды табуы мүмкін. Нұрикамал түнде ойлады. Балалар ұйықтап жатқанда терезеге қарап отырды. Қала шамдары жарқырап тұр. Ауылдағы қараңғы түн емес. Мұнда адам көп. Мұнда жасырынуға болады. Бір аптадан кейін ол шешім қабылдады. Гүлнардың көмегімен шағын пәтер жалдады. Бір бөлмелі, ескі үйде, Қарасайдың шетінде. Айына 80 мың теңге. Ақшасы жетпейді, бірақ алғашқы 2 айға алдын ала төледі. Балаларды жақын мектепке тіркеді. Әлі 9 сыныпқа, Аружан 5 сыныпқа, Ербол 3 сыныпқа. Саматты балабақшаға орналастырды. Тегін топ бар екен. Жұмыс іздеу басталды. Нұрикамал базарда көкөніс сататын әйелдерге қосылды. Таңертеңнен кешке дейін. Қолы қатып арқасы ауырады. Бірақ әр күн сайын балаларына қарап, мен дұрыс істедім деп өзіне айтады. Бір күні кешке пәтерге кіргенде есіктің астынан қағаз түсті. Қолмен жазылған хат. Келін, балаларды қайтар. Әкең кешіреді. Бұл соңғы ескерту. Қайтып келмесең сот. Полиция. Барлығын жоғалтасың. Қол қойылмаған.
Бірақ Нұрикамал Дидардың қолының әріптерін таныды. Ол хатты ұзақ қарады. Содан кейін оны майдалап қоқыс жәшігіне лақтырды. Түнде балалары ұйықтаған соң терезені ашып таза ауа алды. Қала шулы. Бірақ бұл шу азаттықтың шуы. Ол іштей уәде берді, мен сендерді ешқашан тастамаймын. Ешқашан қайтып бармаймын. Бұл біздің жаңа үйіміз. Жол әлі ұзақ. Бірақ ол енді жалғыз емес. 1 жылдан астам уақыт өткен. Қарашайының суығы қала көшелерін мұздай желмен толтырған. Нұрикамалдың жалдамалы пәтері ескі 5 қабатты үйдің 3-ші қабатында. Бір бөлмеде 4 баламен өзі. Кішкентай ас үйде үстелдің үстінде балалардың дәптерлері, Саматтың суреттері шашылып жатыр. Қабырғаға Аружан мектептен әкелген отбасы деген сурет ілінген. 5 адам қол ұстасып тұр, артында күн шуағы. Нұрикамал базардағы дүкенде сатушы болып жұмыс істейді. Таңғы 7-ден кешкі 7-дей. Қолы қатып, саусақтары қызаруы мүмкін, бірақ әр күннің соңында үйге келгенде балаларының күлкісі оның емі. Әлі 10 сыныпта жақсы оқиды, мектептегі әдебиет үйірмесіне қатысады. Аружан би билеуді үйреніп жүр. Ербол футболға барғысы келеді, бірақ ақша жетпейді. Самат балабақшада күнде ана, мен сурет салдым деп жүгіреді. Бірақ тыныштық ұзаққа созылмайды. Бір күні кешке дүкен жабылып, Нұрикамал үйге қайтып келе жатқанда телефон қоңырауы түсті. Белгісіз нөмір. Ол алмады. Бірақ екінші рет қоңырау шалғанда шыдамсыздықпен трубканы алды. Алло. Қарсы жақта Жанардың дауысы. Қатты, бірақ дірілдеген. Нұрикамал. Сенсің бе? Мен сені таптым. Нұрикамал тоқтап қалды. Жүрегі соғып, құлағы шуылдады. Не керек? Деді ол суық дауыспен. Келін. Дидар ауруханада. Инсульт. Дәрігерлер ұзақ өмір сүрмейді дейді. Ол сені, балаларды көргісі келеді. Кешірім сұрағысы келеді. Құдай үшін. Кел. Нұрикамал көзін жұмды. Ескі қорадағы көрініс көз алдына келді. Дидардың қолы. Сүттің төгілгені. Қашқан түн. Мен бармаймын, деді ол баяу. Балалар қайтамын. Олар әжелермен сөйлессін десеңіз. Бірақ мен кездеспеймін. Ешқашан. Жанар айқайлады. Сен біздің немерелерімізді ұрлап алдың. Полицияға бердік. Сот болады. Балаларды қайтарамыз. Нұрикамал трубканы қойды. Қолы дірілдеп тұрды. Үйге жеткенде балалар тамақ ішіп отыр. Самат ана, келдің бе? Деп құшақтады. Ол балаларын жинап отырғызды. Балалар. Әжеңдер хабарласты. Атаң ауырып жатыр. Олар сендерді көргісі келеді. Телефон арқылы сөйлесеміз. Бірақ мен бармаймын. Сендер шешесіңдер. Әлі бірден, мен бармаймын. Ол маған ұнамайды. Аружан үндемеді, бірақ көзі жасқа толды. Ербол, мен әжемді сағындым. Самат түсінбеді, бірақ анасының қорқып тұрғанын сезді. Келесі күн Жанардың өзі келді. Пәтердің есігіне қақты. Нұрикамал ашпады. Бірақ Жанар айқайлады. Аш есікті. Немерелерім қайда? Сен күнәһарсың. Құдайдың алдында жауап бересің. Көршілер шықты. Біреуі полиция шақырды. Жанарды полиция алып кетті.
Бірақ ол кетерде бұл соң емес. Сотта кездесеміз. Нұрикамал түнде ұйықтамады. Заңгерге барды, бұрынғы тегін кеңес беретін әйел енді ақылы қабылдайды, бірақ Нұрикамал жинаған ақшасын жұмсады. Заңгер әйел 40 тар шамасында қатты дауысты. 2024 жылғы заңнан кейін жағдай өзгерді. Әйелдердің құқықтары мен балалардың қауіпсіздігі туралы заң күшінде. Отбасылық зорлық-зомбылыққа қарсы. Сіздің жағдайыңыз сексуалдық зорлық-зомбылық әрекеті. Егер дәлел болмаса да, қорқыту, қысым бұл да зорлық. Балалардың мүддесі бірінші орында. Сотта анасының қамқорлығы басым. Олар полицияға берген. Балаларды ұрлап кетті деп. Ол арызды қарайды. Сіз тұрақты мекенжайыңыз бар, жұмысыңыз бар, балалар мектепте. Олардың арызы қысым жасау әрекеті. Біз қарсы арыз береміз. Дағдарыс орталығына жүгініңіз. Үміт немесе басқа орталық бар, тегін психолог, заңгер, тіпті баспана көмегі. Нұрикамал үміт дағдарыс орталығына барды. Орталықтағы әйел психолог, сіз жалғыз емессіз. Көп әйел осындай жағдайдан шығады. Балаларыңыз үшін күресіңіз. Біз куәлік береміз, сотқа хат жазамыз. Сот процесі басталды. Алғашқы сот отырысы қараша соңы. Дидар ауруханада келмеді. Жанар келді, қара киімде, жүзі қатты. Сот залында Нұрикамал балаларын алып келмеді. Заңгер, менің клиентім зорлық-зомбылықтан қашқан. Балалардың қауіпсіздігі бірінші. Қайын атасының әрекеті қылмыстық кодекстің бабы бойынша жазаланатын әрекет. Жанардың адвокаты. Балалардың әкесі өлген. Ата-әжесі жақын туыстары. Немерелерді көру құқығы бар. Сот шешімі, балалар анасымен қалады. Байланыс рұқсат етіледі, бірақ тек телефон немесе бақылаумен кездесу. Дидардың денсаулығы нашарлағандықтан сот оны қысым ретінде бағаламады. Бірақ қысым тоқтамады. Хаттар келді. Қоңыраулар. Бір күні базарда біреу Нұрикамалға жақындап, ағаң сәлем айтты. Балаларды қайтармасаң жаман болады. Нұрикамал полицияға барды. Арыз жазды, қорқыту. Полиция тергеу бастады. Түнде Нұрикамал балалары ұйықтаған соң терезеге отырып жылады. Бірақ бұл жолы жеңілдікпен жылады. Мен дұрыс істедім. Мен оларды қорғадым. Бір жылдың ішінде ол өзгерген. Күштірек, қорқуы азайған. Балалар өсіп келеді. Әлі, ана, мен университетке түсемін. Сен үшін оқимын. Соңғы көрініс, қысқы күн. Нұрикамал балалармен паркте. Самат қармен ойнап жүр. Аружан күліп суретке түсіріп жатыр. Нұрикамал іштей, біз жеңдік. Енді іздеушілер келсе де. Біз қорғаныштамыз. 4 бөлім, жаңа жердің таңы 2026 жылдың ақпан айы. Алматының қысы әлі шықпаған, бірақ күндер ұзара бастаған. Таңғы сағат 7-де Нұрикамал оянып терезені ашты. Суық ауа бетіне тигенде ол терең дем алды. Енді бұл суық, қорқыныштың суығы емес. Ол таза, жаңа күннің суығы. Пәтерде әдеттегі таңғы шу, Самат ас үйде қасықпен ойнап ән айтып жатыр. Аружан айна алдында шашын өріп жатыр. Бүгін мектепте би үйірмесінің көрсетілімі бар. Ербол допты теуіп қабырғаға соғып жатыр. Ана, футболға апарасың ба бүгін? Әлі үстелде отырып колледжге құжат толтырып жатыр. Ол биыл 11 сыныпты бітіреді, мұғалім болғысы келеді.
Ана, мен сияқты әйелдерге көмектесемін деп айтқан бір күні. Нұрикамал ас үйге кіріп шай қайнатты. Балаларға бутерброд жасады. Әрқайсысына өзінің сүйіктісі, Саматқа бал қосылған, Аружанға қияр мен, Ерболға ірімшікпен, Әліге қарапайым. Өзіне қара шай, қансыз. Бір жыл бұрынғы соттан кейін өмір біртіндеп тұрақтана бастады. Дидар 2025 жылдың соңында қайтыс болды. Жанар хабарлады қысқа хатпен, әкең кетті. Кешірім сұрауға үлгермеді. Нұрикамал хатты оқыған соң 1 сағат бойы үнсіз отырды. Жыламады. Қуанбады да. Тек жеңілдік сезінді. Енді артынан қуатын көлеңке жоқ. Жанар әлі кейде қоңырау шалады. Балалармен сөйлеседі. Самат әжесін әже деп атайды, бірақ Нұрикамалдың қасында ғана. Аружан мен Ербол кейде барады Жанардың жаңа пәтеріне қала орталығында. Бірақ әрқашан Нұрикамалдың рұқсатымен, әрқашан қысқа уақытқа. Әлі бармайды. Мен кешірдім, бірақ ұмытпадым дейді. Нұрикамалдың жұмысы өзгерді. Базардағы дүкеннен шығып, үміт дағдарысы орталығында жарты күндік жұмысқа орналасты. Онда ол сияқты әйелдермен сөйлеседі, көмектеседі. Құжат толтыруға, полицияға баруға, балаларын қорғауға үйретеді. Жалақысы аз, бірақ жүрегі жеңіл. Кейде түнде ойлайды, мен сол қараңғы қорадан шықтым. Енді басқаларға жол көрсетемін. Бүгін ерекше күн. Әлінің колледжге өтініш берген күні. Ол құжаттарын сөмкесіне салып, анасына қарады. Ана, мен кеттім. Кешке келемін. Сен мақтанасың ба маған? Нұрикамал күлді. Көзіне жас келді, бірақ бұл бақыттың жасы. Әрине, балам. Сен менің мақтанышым. Бар жолың болсын. Балалар мектепке, балабақшаға кеткен соң Нұрикамал үйді жинады. Терезені тазалады. Қабырғаға жаңа сурет ілді, балалармен бірге түскен фото. Паркте, қар үстінде. Барлығы күліп тұр. Кешке балалар қайтып келді. Аружан би көрсетілімінен жүлде алған, кішкентай алтын медаль. Ербол футболдан гол соққанын айтып мақтанады. Самат ана, мен әжеге сурет салдым, жіберейік бе? Дейді. Нұрикамал басын изеді. Жіберейік. Бірақ мен жазбаймын. Сендер жазыңдар. Олар бірге отырып хат жазды. Қысқа жыла. Әже, сау бол. Біз жақсымыз. Сурет жіберіп тұрамыз. Хатты конвертке салып поштаға тастады. Түнде Нұрикамал балаларын жатқызып диванға отырды. Телефонға қарады, Жанардан хабарлама келген. Рахмет. Суретті алдым. Олар өсіп қалған. Сен дұрыс істедің бе деп ойлаймын кейде. Бірақ олар бақытты екен. Нұрикамал жауап жазбады. Бірақ іштей, иә, дұрыс істедім деді. Таңертең ерте тұрып, балаларын оятты. Бүгін серуенге барамыз. Тау жаққа. Таза ауа аламыз. Олар жиналып автобусқа мінді. Алматының шетіндегі тау бөктеріне жетті. Қар аз, бірақ әлі бар. Балалар қармен ойнады. Самат топты алып жүгірді. Аружан ән айтты. Ербол тауға қарап, ана, мен осында өскім келеді деді. Әлі анасының қасында тұрып, ана, рахмет. Сен бізді құтқардың. Нұрикамал баласының басынан сипады. Жоқ, балам. Сендер мені құтқардыңдар. Күн шықты. Таулардың ар жағынан алтын сәуле түсті.
Жел бетке тиіп шашты ұшырды. Нұрикамал көзін жұмып терең дем алды. Енді қашатын жері жоқ. Өйткені үйі осында. Олардың үйі осы жерде, осы таңда, осы балалармен бірге.